Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін таңғы асқа сұлы жармасынан ботқа жасаймын. Ең алдымен бір стакан сұлы жармасын ыдысқа салып, үстіне сұлы жармасы батып тұратындай ыстық қайнаған су құйып 10 минут бұқтырамыз. Міне осылай кішкене көбейіп көтеріледі. Одан кейін пешті қосып, ботқаның үстіне 2 стакан сүт қосып, өте баяу отта 10-13 минут уақытта қайнатамыз. Қайнап тұрған кезде ботқаның асты жабысып қалмас үшін араластырып қою керек. Пісуге жақын қалғанда үстіне сары май қосып араластырамыз. Және дәміне қарай қант қосамыз. Дайын болған ботқаны тарелкаға салып ұсынамыз. Ал бізге ас болсын. Видео ұнап жатса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.